ерекше қонақтардың бірі, өте танымал алаштанушы, жас та болса бас болып жүрген ағамыз, алаштанушы, әдебиеттанушы, жас ғалым Елдос Тоқтарбай мырза келіп отыр қонаққа. Елдеке, қош келдіңіз өңірімізге, Атырау өңіріне, Күнбатыс Алашорданың үлкен азаматтар шыққан өңірге. Біздің өтінішімізді тастамай қабыл алғаныңызға рахмет. Енді бүгінгі тақырып, біз енді шапағат орталығы көбіне діни мәселелермен көп айналысамыз, діни руханиятты оятуға да жұмыс жасағымыз келеді. Соның ішінде соңғы 20 ғасырдың басындағы, 19 ғасырдың аяғында осы алып тұлғаларымыздың дінге көзқарасы, сол жөнінде көптеген тақырыптарды қозғағымыз келеді бүгінгі. Енді онсыз да сіз алаш көсемдерін, олардың еңбектерін бәрін жақсы айтып жүрсіз ғой. Біздің бүгінгі форматымыз сол діни мәселелерге көп ауысады, өйткені қазір алаштықтар тәңіршіл болған, жаңа алаштықтар масон болған, алаштықтар намаз оқымаған деген сияқты әңгімелер өте көп. Соның барлығына үлкен жауап болсын деген ойменен сізді шақырдық. Енді бірінші, бірақ кіріспесін, біздің подкастымыздың бүгін кіріспесін, алаш әрекетінің басталуына кішкене ғана тоқталып жіберейік. Бұл енді әрекет ретінде 20 ғасырдың басында, одан бұрында басталды. Осы мағынасы, алаш сөзін неге алды, соған бір кішкене тоқталып кетсек. Біріншіден қош көрдік. Екіншіден, алаш қозғалысы 20 ғасырдың басында басталған барлық мынау түркі халықтарының модернизациялық рухани мәдени жаңғыру қозғалыстарының бірі. Бұл қозғалыстың өзінің айырмашылық ерекшелігі бар. Өйткені бұл ұлттық қозғалыс, ұлт азаттық қозғалысы. Бұл қозғалыстың өз үш-ақ тармағы бар. Біріншісі жер, екіншісі тіл, үшіншісі дін. Осы 20 ғасырдың басында өзекті күйіп тұрған мәселе жер мәселесі болды, тіл мәселесі болды, дін мәселесі болды. Осы мәселелерге белсене кірісіп, халқын азат қыламыз деді, жерін жалдауға да сатуға да бермейміз деді, дінін реттейміз, реформа жасаймыз деген мақсатта басталған қозғалыс болатын. Дәл осы сияқты 20 ғасырдың басында бүкіл түркі халықтарын шарпыған түрлі қозғалыстар болып өтті. Сол қозғалыстардың түп тамыры, көкені барлығы бір нәрсеге келіп тіреледі. Оның барлығы халықтың еркіндігі мен азаттығы. Ресей империясының бодауындығында, отарлығында отырған халықтың өз алдына, өз қолы, өз аузына емін еркін жетуге тиісті болу үшін оқығандары, сол замандағы бай, ақ дәулетті, жаңағы мықты, білімді азаматтар иықтыресе келе ұлттық буржуазияны қалыптастырды. Алаш қозғалысына неге алаш атауын алды дегенге келетін болсақ, алаш қайраткері алаш сөзінің мән мағынасын жазады. Сонда былай дейді: алаш деген отан кісісі дейді, человек отечество дейді, отанын сүйген патриот деген мағынаны айтып тұр. Ал шетелдік иностранец алаң дейді, алаңдап отырады дейді. Сондықтан алаш ол қазақтың тарихындағы ұранды сөз, рухты сөз, ол әруақты сөз. Бұрын біздің бабаларымыз бұрын жаугершілік заманда соғысқа шыққанда алаш деп қол бастаған. Алаш деген сөз ұйықтағанды оятатын, тізерлегенді тік тұрғызатын, қалғығанды намысты қылатын, сондай жігерлі сөз болатын. Сондықтан бұл алаш әскердің ұран сөзі еді, ел бастайтын сөз еді. Сондықтан алаш сөзінің мағынасы өте терең болды, және алаш сөзі алталаш деген мағына еді. Бүкіл халықтың бір тудың астына жиналу, бір мүдде үшін жиналу. Сондықтан біздің оқығандарымыз тек қана қазақтың мәселесін көтерді дейтін болсақ, онда ол тар түсінік болып қалады. Ұлттық масштабта ойлайтын болсақ, бұлар тек қана Қазақстанның болашағы үшін емес, бүкіл Түркістан халқының, бүгінгі Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қарақалпақстанның, Әзербайжанның болашағы үшін күрескен тұлғалар еді. Сондықтан бұл қозғалыстың мән мағынасы оның ішінде Татарстан, Башқұртстан бар, өте тамаша, өте керемет жауап болды. Енді осы арада тағы шығады, осы алаш әрекетіндегі біздің зиялыларымыздың діни жағдайына да тағы олар жадетшіл болды ғой, енді сөзсіз түрде олар әлі де қадемшілдерменен талас тартыс жүргізді. Олардың жаңа қадемшілдерге арнаған өлеңдерін бүтін дінге қарсы өлең деп қабылдайтындары бар да, жаңағы тек қана олар Абайдың сөзінен де келіп шығады ғой, тек қана бастарында сәлде, қолдарында тәспі деп. Енді осы алаштықтардың діни жағдайы, мазхабы, олардың сенімі және діни лидерлері Файзолла Хазірет сияқты, Ғұмар Қараш сияқты
бір тұлғаларға тоқталып кетсек. Жалпы алаш қайраткерлерінің қайсысының өмірбаянын алып қарасаңыз да, олардың барлығы ең алғашқы сауатын ауыл молдасын ашқан. Яғни ауыл таным түсінігіндегі молданың білімін алды. Ең бірінші дін ғылымын игерді, екінші дүние ғылымын игерді. Смағұл Садуақасұлы деген қазақтың үлкен тұлғасы бар. Сол айтады, қазақтың молдасы орыстың поп емес, қазақтың молдасы ең алдымен мұғалім дейді. Бұл жердегі молда деген, бүгінгі біздің қазақ қоғамында молда деген ол жаназа шығарушы, бір жерге барғанда зираттың басына Құран оқып отырған адамға айналып кеткен де түсінігі. Молда деген ол жан жақты білім иесі болады. Интеллигент. 20 ғасырдың басына дейінгі аралықта мешіт, медресе ол мектептің қызметін атқарды. Кейін қоғамдық формациялық өзгерістерге байланысты мешіт пен мектептің айырмашылығы жер мен көктей бола бастады. Ендігіде дін бөлектене бастады. Мынау 70 жылдық атеистік қоғамда біз бұның барлығын ұмытып қалдық қой. Енді алаш қайраткерлер дінсіз адам емес қой. Бұлардың барлығы діннің сауатын көрген адамдар. Қайсының сөзін қараңыз, білімді, мәдениетті ұмытып тұрған. Бұл жердегі ең үлкен нәрсе алаш қайраткерлерінің ұстазы болған абайлар, Абайдың ар жағында тұрған Ыбырай, бұлардың барлығы бүкіл түркі халқына ортақ саналатын үлкен ұстаз Исмаил Гаспралы, Шағабуддин Маржани сияқты азаматтардың білімін көрді. Солардың өнегесін тұтты. Жалпы мынау жадидшілдік деген усул жадид дейді, жаңа оқу әдісі ғой бұл енді. Жаңа оқу әдісі дегеніміз кешегі қадымшылар, ескі тек қана діни білімді үйрететін медреселерге реформа жасады. Ендігіде діни медреселерде біз тек қана дін сабақтарын ғана үйретіп қоймайық. Пән ғылымдарын үйретейік, дүние ғылымдарын үйретейік. Адамды жаңа заманға сәйкес, жаңа болмысты адам қалыптастырайық деді. Иманы да бар, діни білімі де сауатты да күшті, және дүние ғылымын меңгерген, кез келген пән ғылымын білетін универсал әмбебап тұлғаны дайындау мәселесі көтерілді. Бұл жалпы қазақ қоғамында ғана емес қой, білесіз. Жалаледдин Ауғани деген болған, мынау араб әлемінде де болған. Бүтін ислам әлемінде де дәл біздің жадидтік қозғалыс сияқты жадидшілдік мәселесі көтерілген болды. Бұл Осман түріктерінде де болған, ұйғырларда да болған, өзбектерде де болған нәрсе. Сондықтан бұл кәдімгі қоғамдық саяси формациялық өзгеріске жасалған жаңа діни сұрыпталған реформа болатын. Енді алаш қайраткерлерінің діни көсемдері болып саналатын тұлғалар Файзолла Қари болсын, жаңа Ғұмар Қарашымыз болсын, Наурызбай Науан Қазіреттер бар, Оразби Тәтеұлы бар, Досжан Қазіреттер бар. Бұлардың қайсысы болсын, тіпті Ыбырай Алтынсарин ескіден қозғайтын. Бұлардың қайсысы болсын, Бұхарадан білім алды. Бұхарадағы Көкілташ, Мирарап, мынау Ташкенттегі Шердор медресесі, өзіміздің Түркістандағы Қарнақ медреселері 20 ғасырдың басындағы діни білімді берген өте керемет орталықтар болды. Олар енді орта ғасырлардан бастап алады. Тарихы тым тереңнен басталатын. Және бұл тұлғалардың қайсысы болсын, өздеріне дейінгі ғұламалар, яғни Баласоғын бар, Фараби бар, Яссауи бар, Әл-Фарабилердің заманындағы Қашқарилер бар, Ғазалилер бар, Матуриди бар, Ханафилер бар. Бұлардың қайсының білімін білген адамдар, мықты терең деңгейде. Бірақ соның бәрін синтездеп, жаңа заманның болмысын жасап көрсетіп берді. Сондықтан алаш қайраткерлерінің өздерінің діни сенімі, ақидасы дейтін болатын болсақ, бұлардың барлығы біздің қазіргі Ханафи мазхабы, Матуриди бағытын ұстанған тұлғалар деп айтуға толыққанды хақымыз бар, және толық дәлеліміз де бар мұны көрсететін. Ал енді біздің қоғамда кейбір адасушылар бар. Мәселен, мынау қадымшыларға арналған өлеңдерді, бұлар деген дінді жамандаған, бұлар дінні адам емес. Қадымшылардың айтып отырғаны, басына сәлде орап алып, қолын тасбих ұстап, таңнан кешке дейін құлшылық қылатын болсаң дейді, ол әрекет емес дейді. Қоғам алға жылжымайды дейді. Құдай тек қана құлшылық етуді қаламайды дейді. Құдайға қызмет ету тек қана алға қарай жылжу дейді. Біздің мынау қоғамдағылар Құранда айтылған сөзі дұрыс түсінбейді. Біз адамзатты дейді, және жындарды құлшылық етуге жараттық дегенді прямой түсініп қалады. Құлшылық ету деген тек қана Құран оқу, ораза ұстау, я болмаса жаңағындай қажылыққа бару, 5 парызды ғана. Жоқ. Құлшылық ету деген әр адамның игі іс жасауы, әр адамның өз саласына келуі. Алаш қайраткерлер осыны түсіндірді. Діннің ұстаймыз, дін өзің үшін деді. Бұл жүрек мәселесі, жүрекпен құлшылық деді. Ендігіде біз әр қайсымыз дін алдындағы нәрсемізді білімменен, ғылымменен, әрекетпенен ұлтты сүюге бағыттаймыз. Ұлт пен дінді бірге қарастырды. Ал біздің қоғамда өкінішке қарай дінді ұлттан бөліп жатыр. Ол дұрыс емес. Сондай әрекеттер байқалады. Жаңа бір қосып кететін нәрсе, енді Елдекең жадидшілдік туралы айтып кетті ғой. Жадидшілдік деген 19 ғасырда мұсылман әлемі өте кіріптар жағдайға түскен. Тіпті Осман империясының өзі Германия сияқты батыс елдерінің арасында қарыз болып қалған екен.
Сонда Жамалиддин Ауғани сақты, Исмаил Гаспрал сақты ғалымдардың көтерген мәселесі, біз неге артта қалдық бұлардан дейді. Сөйтсе мұсылмандар әлі есекпен жүр, ал батыс елдер пойызбен жүр, машинамен жүр. Олар мылтықпен келіп жатса, біздің мұсылмандар әлі садақпен отыр, найзамен отыр. Тіпті аман келді көтерілсін деді. Осы нәрсе байқалды. Содан жаңашыл ойлайтындар, медресеге жаңа білімді қосушылар пайда болды. Сондан бұл ислам әлемінде жадидшілдік деп аталды, яғни жаңашылдық деп. Соны бір көрерменге түсіндіріп қойып жатқан. Ол былай негізі, Ернат, мынау бүкіл ғылым негізінде шығыстан шықты. Әлбетте. Шығыс әлемінен шықты. Шығыс өркениеті деген нәрсе қалыптасты. Шығыс өркениетінің ішінде түрік өркениетінің өте көп. Біз жоғалтып алдық оны. Түркі халықтар жасап берген өркениеті өте көп. Мысалға атқа міну, темір балқыту, киіз үй жасау, көшпелі отырықшылық мәдениет жасау, әскер өнері, бұның барлығы бізден қалған нәрсе еді. Біздің ата-бабаларымыз рухтанып атқа мініп, атты үйретіп жүрген кезде Еуропа тыржалаңаш жүріп, дәрет алуды білмейтін Еуропа еді. Шындап келгенде ақиқаты. Бірақ кейін біздің білім көшеттейді ғой. Құлдырады. Жалпы өркениет деген нәрседе құлдырайды. Абай айтады ғой, мал жұтайды, өнер жұтамайды деп. Өнерді жұтайтын сәттер болады негізінде. Сол сияқты бізде өркениет жұтап, батысқа ауып кетті. Мынау батыста ренессанс деген ұғым бар ғой, батыс Еуропаның ренессансы дейді. Бұл ренессанс алға қарай жылжытты. Олар өнер тудырды, мәдениет тудырды, цивилизация жалпы өркениеттің керемет түрлерін жасап көрсетті, ғылымын жасап көрсетті. Бүкіл тылсым жаңалықтарды ашты, аспан әлемін ашты, жер асты әлеміндегі бүкіл болмыс дүниенің қыр-сырларын ашып, алға қарай жаңа технология шығарды, көлік шығара бастады, қару-жарақтың түрлері шығара бастады. Дәл сол 19 ғасырдың, 20 ғасырдың бас кездеріндегі болып отырған оқиға. Ал осы кезде мұсылман түрік қоғамы артта қалды. Мұсылман түрік қоғамы өз аралығында қырылып, өз арасында бір-біріменен қырбай-бақи соғыс жүріп жатқан кез еді. Сол кезде мұсылман түрік әлемінен шыққан жаңағы Жалалиддин Ауғанилер бар, Исмаил Гаспралы бар, Шағабуддин Маржанилер бар. Бұлар тұрды да мына қоғамды қалай оятамыз деді. Бұл құл болып кеткен қоғам деді. Ал түрік мұсылман қоғамы үшін жадидтік ілім Еуропаның ренессансына кем емес. Бізге де роман да келді, тұлғаларымыз. Поэма әкелді, әдебиеттің, драма әкелді. Театр келді бізге ұлттық. Бізде де әйелдердің мәселесі, әйел хақ, әйелдерді білім алу деген мәселесі, бала мәселесі көтерілді. Ұлтшылдық деген нәрсені алға шығарды. Кедейлердің мәселесі қызмет ету деген мәселені көрсетті. Бұның барлығы біздің өзіміздің тырнақшаның ішінде айтқанда еуропалық бағыттағы дамуымыз еді. Сондықтан жадидтік қозғалыстың ауқымы өте зор негізінде. Жадидтік қозғалысты тек қана діни қозғалыс дейтін болсақ, онда біз қателесеміз. Бұл діни қозғалыс емес. Жадидтік қозғалыс интеллектуалды, инерциялы, әлеуеттік, жан-жақты, оның ішінде медицина бар, оның ішінде аспан әлемі бар, жер асты, жер үсті пайдалы қазбалар бар. Соның барлығын толық игеруге арналған үлкен бір концепция, ағым, шындап келгенде. Біз соның түрік қоғамы басында осының барлығын жасауға тырысып едік, өкінішке қарай большевиктік билік келіп, Орта Азиядағы бүкіл Түркістан халқының аяқ қолын шідерлеп байлап тастады. Бұның тек қана бір даму жағының ұшқындарын көрсеткен бүгінгі Түркия мемлекеті ғана болды. Қалған мемлекеттер өкінішке қарай Түркия тарихында да кішкене жете алмай қалды, ешқайсы жете алмай қалды. Өте терең жауап бергеніңізге көп рахмет. Енді осы 20 ғасыр ояну ғасыр ғой, 20 ғасырдың басы. Тек қана бұл біздің қазақ даласындағы халықтардың оянуы емес, Түркістан Республикасы, Мұхаммедшин Тынышбайлар тұрды, басында Мұстафа Шоқайлар тұрды, өзбек ағайындарымыз, Әзербайжандарда Расулзаде тұрды, татар башқұрттарда Заки Валидилер тұрды. Яғни белгілі үлкен тұлғалар болды. Қарап отырсақ, 20 ғасыр бір ояну, мұсылмандарға бір үміт сәулесінің ашылған уақыты да. Осы уақытта ислам әлемінде республика ұғымы, демократия деген ұғым пайда бола бастады. Мұхтариет. Сонда Алашорда ислам әлеміндегі алғашқы демократиялық, республикалық қабаттан тұрған мемлекеттік үлкен көрініс еді. Осыған бір тағы ашықша келтіріп кетесі, яғни кейде Әзербайжан бірінші республика деп, түркі халқындағы республика деп айтып қалды, бірақ әлемдегі ең үлкен жұмхуриет дейді ғой, мына арабтар. Жұмхуриеттік осы түсінікті ең алғаш рет қазақ зиялылары әкеліп тұр, сонда ислам әлемінде. 7 түрік мемлекеті бар ғой қазір жер бетінде. Сол 7 түрік мемлекетінің ішінде ең алдымен тәуелсіздігін жариялаған ол Қазақстан. Бүгінгі 1917 жылдың 12 желтоқсанында
жариялады. Семейде. 1918 жылы Сарыарқа газетіне Әлімхан Ермекұлының мақаласы шығады, сонда жазады: біз Орынборда 1917 жылы 12 желтоқсан күні түс ауа сағат 3-те азан шақырып алаш мемлекетін құрдық. Азан шақырып алаш мемлекетін құрдық деп келтіреді. Азан шақырылған рас, ақиқат, болған нәрсе. 82 делегат сол жерде барлығы жиылып осы мемлекеттің атауын қояды. Ал енді мемлекеттің ұлттық кеңесінің атын Алаш Орда үкіметі деп атайды. Бұл ұлттық территориялық мемлекет еді, демократиялық мемлекет еді. Ал енді біздің мемлекет 2 жыл 5 ай 15 күн шамасында өмір сүрді. Әзербайжан мемлекеті 1 жылдың ар жақ бер жағында өмір сүрген. Енді қазір Әзербайжан тәуелсіздігін 1918 жылы алғанбыз, 1991 жылы тек қана қалпына келтіргенбіз дейді. Ол жағынан бізден әділетті болып тұр олар. Ал енді бізде Қазақстанда 91 жылдың 16 желтоқсанда алдық дейміз. Бүкіл совет мемлекеттердің барлығы шығып кетіп, Ресейдің құрамы да өзі шығып кетіп, тек қана Қазақстан қалды ғой СССР-дің қызыл туын көтеріп. Өкініштісі. Сондықтан біздің де жаңа тарихымыз жазылғанда тәуелсіздігіміз 1991 жылы тек қана қалпына келтірдік. Біздің тәуелсіздігіміз 1917 деген нәрсені жасауымыз керек. Сонда біздің мемлекет ретінде мынау конституциялық құқық деген ұғым бар. Осы конституциялық құқық саласында мемлекеттің де-факто, де-юре тіркелген тарихын оқытады. Егер біз мемлекетіміздің тарихын ұзақтан көрсететін болсақ, онда біздің мемлекетіміз екі мемлекет болды деп айтуымыз керек. Біріншісі қазақ хандығы, екіншісі мемлекеттіліктің жаңа демократиялық бағыттағы заманауи мемлекет құрып беретін болса, ол Алаш ұлттық территориялық мемлекет болды, бітті. Бізге басқа нәрсенің қажеті жоқ еді. Сондықтан біздің қоғамда кертартпалар бар, өкінішке қарай. Мынау Алаш Орда жарияланбаған, Алаш өкіметі жұмысын жасамаған дейді. Бұның қолдау таппаған деп. Бұның барлығы біздің тәуелсіздігімізді реттеп шіріту, өз тарихымызды өзіміз мойындамау, өз тарихымызды өзіміз қаралау, күш саналау деп оған. Және ондай біздің әріптестеріміз бар, тарихшы, әдебиетші, осы алашты зерттеп жүргендер, өкінішке қарай. Солардың сандырағы қазір қазақ қоғамында елдің жүрегіне жетіп жатыр. Егер ұлт ретінде тәуелсіздігін мәңгілік сақтайтын болатын болсақ, біз тарихымызды ұзартуға қуануымыз керек еді. Тамаша. Енді былай қарағанда Өзбекстан осыны қолға алып жатыр. Күні кешеге 31 тамызда 1 қыркүйекте олар 91 жылғы тәуелсіздіктерін тойлайды. Бірақ үлкен сахналық көрініс қойғанда президентінің алдында, сонда біздің Мұхамеджан Тынышпайлар, Мұстафа Шоқайлар бастаған Түркістан Республикасының тарихымен бастағанда, Түркістан мұхтариетінің тарихыменен. Соны ойладым да, қандай керемет. Олар да әділеттілікке қол созып жатыр деп. Қазір енді ол бізде де болып жатыр қазір. Мынау мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау мәселесіне комиссия құрылып, осы нәрсе жасалынып, кішкене Алаш тақырыбында кинолар түсіріліп жатыр ғой. Бұл да қуаныш. Ал енді Өзбекстандағы нәрсе ол ұлттық рух көтеретін енді оқиға. Оны өзім де көрдім. Жаңағы фитраттар, бехбудилер бастаған тұлғаларын, оян деген мотив бар ғой, біздің Міржақыптың оян деген сияқты, оян өзбек деген ұғым бар оларда да. Оян ұйғыр бар жаңа. Оян өзбектің негізін салған мықты ақындары бар олардың да. Сол ақындарының, жазушыларының шығармаларын халыққа насихаттады. Сол тұлғаларды түнектен алып шығып халыққа жаңғыртып көрсетті. Бұл өте қуанышты нәрсе негізінде. Мемлекеттік деңгейде президенттің алдында бұрын мемлекет құрылғандығын көрсету, ол мемлекетті құрған адамдар тарих жасағанын көрсету деген енді шын мәнінде қуанатын нәрсе. Мысалға, олардың өткен күндер деген өзбектің алғашқы классикалық романын жазған Абдулла Қадри деген жазушысы болған. 37 жылы репрессияда атылып кеткен. Өтті зиялы азамат. Сол Абдулла Қадридің өткенде кәдімгі әппақ қоп киімін киіп алып, елдің алдына шығып тұрып, президенттің алдына Абдулла Қадридің тәуелсіздік туралы сөзін оқығанда кәдімгі тербеліп кетесің. Мына бер жақтан отырып, Қазақстанда отырып көргенде экранның ар жағынан өзбектің рухы не деген биік еді деп ойлайсың. Сондай рухы биік ұрпақты тәрбиелеу үшін бізде Алашты тарих сахнасына шығаруымыз керек еді. Бұл тұлғалар бар ғой, менің ұғымымда мынау шаң тозаңның арасында жатқан алтын сияқты.
алып сүртіп қойып қалсаң жарқырап тұрған тұлғалар қай қайсысын сүртіп жіберсең де жарқырап тұр. Тек қана дұрыстап тұрып сүртіп халыққа көрсете салу керек. Болды. Халыққа бір көрсеткеннен кейін халық өзі бұл тұлғаларды ынтасыменен, махаббатыменен өзі келіп сүйіп, өзі келіп іздейді. Егер біз шынында да ұрпағымызды ұлтшыл, мемлекетшіл, дініне, тіліне, жеріне адал болатын ұрпаққа өсіретін болсақ, біздің алдымызда бір ғана үлгі болар тұлғалар бар, ол алаш тұлғалар. Ал біздің ар жақтағы тұлғалардың заманы бізге тым алыс. Абылайдың заманы, Қасымның заманы, анау Керей мен Жәнібектің заманының арасы жер мен көктей, және қаншама шақырымдаған жолдар бар. Ол тұлғаларды танып, ол тұлғалардың жетегіне жүреміз дейтін болсақ, біз Алашты тани алмаймыз. Алашты танитын болсақ, Алашты білетін болсақ, ар жағындағы оқығандарымыз, тоқығандарымыз, жырауларымыз, хандарымыз, сұлтан, батырларымыз бәрін танып кететін. Тіпті қазақ даласының исламның келген заманда танитын едік. Ал Алашты танымайынша ол тұлғаларға бару мүмкін емес нәрсе. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Ақырында бұл бүтін тек қана қазақтың оянуына емес, Алаш бүтін ислам әлемінің оянуына, ислам әлемінің мұсылман халықтарының тәуелсіздігі үшін күресуіне әкелгенін осы арада біз өзіміз айшықтап алуымыз керек қой. Сосын барып басқасы мойындайды. Енді Алашорда бір тұтас мемлекет болды, сөзсіз үкімет болды. Оның басында үлкен тұлға тұрды. Содан мен алашордалықтардың ішінде көптеген тұлға бар ғой енді. Бар. Іріктеп алатын болсақ, бірақ мына 3-4 феномен дейді ғой. Сол тұлғаларға тоқталғым келіп отыр. Бірінші Әлихан феноменін айтып беріңізші аға. Жалпы бұл енді жүрек тебірентер адам деуге болады. Гумилевтің пассионарлық теориясы бар ғой, пассионар дейді. Егер Гумилевтің теориясына Әлиханды негіздейтін болсақ, Әлихан қазақ үшін пассионар тұлға. Қазақ үшін бәрін жасаған тұлға. Мысалға түріктер үшін Ататүрк қандай болатын болса, француздар үшін мынау Рузвельттер қандай деңгейде болатын болса, Шарль де Голльдер қандай болатын болса, өзбектер үшін Осман Ходжа деген мынау өзбек қорған сол қандай деңгейде болатын болса, Америка үшін Джордж Вашингтон қандай деңгейде болатын болса, мынау үнділер үшін Ганди қандай деңгейде болатын болса, Әлихан Бөкейхан қазақ тұлғасы үшін, қазақ қоғамы үшін дәл сондай деңгейдегі қайраткер. Әлихан қазақ саяси көсемі, қазақ ұлтшылдығының саяси көсемі деңгейіне көтерілген адам. Ол тек қана саясаткер ғана емес, үлкен ғалым, энциклопедист, жан-жақты білімді әдебиетші, аудармашы, журналист, тіпті шығыстанушы деп айтуға, дінтанушы, үлкен тұлға ретінде болады. Ал енді мен шығыстанушы деген нәрсе келіспеймін. Шығыстану бұл ориенталистика, бізді құл қылуға жасалған нәрсе. Әлихан ол құлдыққа қарсы шыққан адам бізді. Ол шығыстану деген негізі жалпы дұрыс нәрсе емес негізі. Бұл шарқият ілімі дейді, енді арабтың сөзі ғой шарқият. Өзбектер шарқият деп болады, түріктер шарқият деп болады. Бұл біз үшін шарқият ғылымы болу керек еді. Бірақ біз шығыстану деп патшалық биліктің жасап беріп кеткен саясат негізінде қалыптасып қалдық. Бұған мен жалпы өз басым көзқарасым қалыптаспайды. Бұл менің субъективтік пікірім, енді жұрттар қалай қабылдаса өздері білер. Ал енді Әлиханның феномені қазақ қоғамына толық танылып біткен жоқ. Біз Әлиханның кім екенін толық танылған жоқпыз. Жалпы Әлиханды дұрыс бағалаған жоқпыз. Әлиханның 150 жылдық өтті, жетім қыздың тойындай болып. Әлихан бір мемлекеттің негізін салған, теориялық негізін салған, бір мемлекеттің үкіметін құрған, бір мемлекетке демократиялық ұшқын белгілерін көрсеткен, партиясын құрған, территориясын бекітіп берген тұлға ретінде қазаққа қастерлі ұғым болу керек еді. Әлихан ұғымға айналып кету керек негізінде. Өкінішке қарай Әлиханның атында Қазақстанда мемлекеттік университет жоқ. Семейде ашып алды бір нәрсені, ол мен оған қарсымын, жеке меншік нәрсе деген лақтыра салады. Алматыдағы қазақ ұлттық аграрлық университет Әлиханның атын алу керек. Өйткені Әлиханның бітірген мамандық ормантанушы ғалым ғой, экономист қой, статист қой, нағыз аграрлық салалы маман еді. Және Әлиханның аграрлық саланы дәлелдей алатын бір нәрсесі бар, ол мынау профессор Щербинаның, Шевцовтың экспедицияларына қатысқан адам. Кәдімгі қазақтың жер асты жер үсті байлығын зерттеген. Одан кейін мынау Адай жылқысы туралы кітап жазған. Қазақтар деген монографиясы бар бұл кісінің. Бұл кісі тек қана мынау аударма жасап, әдебиетке, астрономияға, ғылымға ғана үлес қосып қойған жоқ. Бұл кісінің экономикаға, әсіресе ұлттық экономикаға, ауыл шаруашылығына жасаған реформалық идеялар өте өміршең. Әлі күнге дейін қазақ қоғамына пайдаға жарайтын нәрсе. Сондықтан біз Әлиханның феноменін танымақ тұрмақ, Әлиханның тұлға ретіндегі бейнесін жасай алмадық және оған шынайы бағасын бере алмадық. Бұл біздің ұлт ретіндегі жіберіп отырған қателігіміз. Өкінішке қарай. Өкінішке қарай.
енді қанша дегенмен өзіміз жақұтымызды пайдалана алмай жатыр қой, былайша айтқан кезде. Енді мен Түркияда сіз де өзіңіз де Түркияда оқыдыңыз, оқып жатырсыз. Мен барған кезде енді бұрыннан естіп жүр қой, Ататүрк феномені түріктердің арасындағы. Ататүрктің күні болды 19 мамырда. Сонда баламды ойнатып жүр едім кешкі уақытта. Оларда мектеп көп қой, әрбір махаллесінде бір мектеп тұрады. Сонда балаларын ойнатып жүр әйелдер. Сонда мектептің несінен колонкасын хабарлады. Қазір Ататүрктің құрметіне милли истиқлал маршымыз ойнайды. Мемлекеттік әнұранымыз орындайды. Мен ана көрініс өмірі есімнен кетпейтін шығар. Сонда ана 2 жасар баласы бар, 1 жасар баласы бар, әткеншекте отқан балалар, зырғанап жүрген балалар бар. Әйелдер тұрсыңдар. Қазір бізде истиқлал маршымыз ойнайды. Түсіңдер, тұрыңдар. Бәрі бір сапқа тұра қалды ғой. Мен ана көріністі, сен ондай нәрсе тұрасың, сен де құрмет көрсетесің ғой олар ада. Мен де баламды түсіріп құрмет көрсеттім. Сосын артынан келіп, біраздар уақыт өткеннен кейін 31 мамыр келді. Сол кезде үлкен пост жазғам. Егер бұл Әлихан Түркияда туған болатын болса, онда барлық көшелерде Әлиханның суреті тұратын еді. Оның құрметіне мемлекеттік әнұран орнар еді. Мешіттердің барлығында ол кісінің атына құтпа түсірілетін еді. Яғни дұға оқылатын еді деп. Сондай бір өкініш бар еді менде. Ол былай ғой, бізде де оны орындауға болады. Бірақ мына нәрсемен қарау керек. Түріктер құл болмаған халық. Түрік отарланбаған халық. Біз отарланғанбыз. 70 жылдық советтік биліктің идеологиясы бізді барымыздан нарымыздан айырып жіберді. Әлихан 1937 жылдың 27 қыркүйегі сағат 3:15 өткенде 71 жасында ату жазасына кесіліп кетті. Ұлтын сүйген жүрек, ұлтына адал қызмет еткен, ақысыз, пұлсыз, жанымен, жүрегімен қызмет еткен тұлғадан біз осылай қапияда айырылып қалдық. Әлихан өзінің ұрпағымның орыс санатын, шоқынатынын, христиан болатын бәрін біліп тұрып, сол ұрпағын тәуелсіз Қазақстанның болашағы үшін құрбандыққа шалып жіберді. Сіз бен біздің орыстанып кетпеуіміз үшін, сіз бен біздің христиан болып кетпеуіміз үшін советтік билікке өзінің ұрпағыменен жауап беріп кеткен адам ғой. Ал біз сондай адамды тани алмай отырмыз. Енді сөзіңіз аузыңызда кешірім, осы арада бір тағы не сұрақ шығады. Осы алаштықтар неге орыс ұлтындағы қыздарға үйленген дегенге сіз жауап беріп тастаған сияқтысыз сөзіңізден. Жалпы ол заманда қазақ қыздары сауатсыз еді ғой. Қазақ қыздары оқымады. Қазақ қыздары 20 ғасырдың басына дейін тауар ретінде, мал ретінде сатылымға түсті. Қазақ қызының қоғамда ешқандай қадір қасиеті болмады. Ал алаш қайраткерлер қазақ қыздарының малға сатылмауына, теңіне тұрмысқа шығуына, оқуына, тоқуына, әйел хақысы, әйел мәселесі деген нәрсені көтерді. Біздің ең алғашқы жазылып отырған шығармаларымызға қараңыз. Бақытсыз жамал, қалың мал, ақ білек дейді. Бұлардың барлығында әйелдің мәселесі көтеріледі. Әйелдің оқуға қарды. Әлихандардың заманында қазақ қыздары сауатсыз болды енді, ол ақиқаты. Әлихандар теңіне қосылды. Бірақ Әлихандардың ол қазақ қызын менсінбеді деген сөз емес, олар қазақ қызына құрмет көрсетті, қызмет қылды. Бірақ біз ағаларымыздың, ұстаздарымыздың таңдаған құрметіне құрметпен қарауымыз керек, таңдауына. Өйткені олар таңдады ғой. Ал ол апаларымыз бізге жеңге болған, аналарымыз ислам қабылдады бәрі. Ислам дінін қабылдады, иә. Одан кейін жарларын адал болып өтті. Жарларын сатпады, ұрпақтарын жеткізді. Тіпті күйеулері айдалып кеткенде арттарынан іздеп барып тамақ, сәлем, сауқат апарып отырды. Күйеулер туралы естелік жазды. Ал жерде жазасын өтеді. Сондықтан бұл тағдыр ғой, бұл тағдырға біз жауап бере алмаймыз. Қалай болғанда біз құрметпен қарауымыз керек оларға. Ал біз өзіміз олардың жаңа өзге ұлттан алған әйелдері сияқты өзге ұлттан әйел алмай, қазақтың қыздарына үйленіп, қазақтың қыздарымен бай қуатты өмір сүруіміз керек қой. Керек нәрсесін алуымыз керек жалпы. Өте тамаша. Бұл мен тереңінен біліп отырмын да, көптеген сұрақтарға жауап алып отырмыз. Енді Әлихан феномені таңнан таң атырып айтатын әңгіме ғой әлі. Бірақ уақыт келер, бұйырса біздің қолымызға да тарих жазатын заман келіп қалар. Сол кезде біз Әлиханды өз орнына қойып, әділ бағасын берерміз деген үлкен үміт, арманымыз бар. Осыны армандайық. Әрбір осыны тыңдап отқан жасымыз, студенттер болатын болса, ғылыммен айналысып жүрген, осыны ұмытпайық. Бұйырса Әлиханды көгіне жеткізейік. Енді Әлихан феноменінен кейін тағы бір үлкен ғылыми ағартушылықта үлкен тұлғамыз бар. Бұл Ахмет Байтұрсын, бұл ұлттың ұстазы дейді. Мына бір қызық нәрсені қарасаңызшы, аға, мен деген осы 5-6 ай бұрын бір мектепте 10-11 сынып оқитын оқушыларға сабақ бердім тарих пәнінен. Қарасам бәрі Ахмет, телефондарында Ахмет,
Ахмет Байтұрсынның цитаталары Инстаграмда, сөздері, оның кілт сөздері. Мен қатты қуанып қалдым. Олар 2006-2007 жылғы ұрпақтар. Ахметпенен олардың арасында 150 жыл, 160 жыл бар Әлихандарменен. Мен не деген қандай, мынау Жақұтты жаңа сіз айттыңыз ғой. Балшыққа тастасаң да, жердің астына көміп тастасаң да, ол шіремей Жақұт болып жата береді ғой. Яғни қараңғыда жатса да жарқырап жата береді. 150-160 жыл оның атын айтқан жоқ. Сатқан деп талай жыл келді. Бірақ ол туралы әлі дұрыс айта алмай жатырық. Бірақ соған қарамастан жаңа ұрпақтың, Z ұрпақ деп жүрген ұрпақтың Ахметке, Әлиханға ғашық болуын қарамайсыз. Сондықтан Ахмет феноменіне бір тоқталып кетейікші. Жалпы алаш тұлғаларының қай-қайсысы шетінен сен тұр, мен айтайын деген мықты азаматтар болды, әмбебап болды. Ұлтшылдығының көсемі Әлихан Бөкейхан еді. Ал енді қазақ ұлтшылдығының рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлы. Бұл талассыз нәрсе. Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстазы ретінде замандастарын қолдауына ие болған, бағаланған, сол дәуірде тоқтап қалған қоғамның тегерішін алға жылжытқан үлкен азамат. Халықаралық беделде болған. Халықаралық беделі бар, түркі халықтарындағы беделі бар. Бұл кісілердің қай-қайсысы шетінен сен тұр, мен айтайын деген әмбебап, жан-жақты дамыған, білімді, прогрессивті, интеллектуал, IQ жоғары, мықты азаматтар. Қарабасының қамын емес, ұлтының мүддесін ойлаған. Қайтсем қазақтың басына азаттық әперем, қайтсем қазақты байқуатты өмір сүрдіртем, қайтсем қазақты адам қатарына қосам, қайтсем қазақты өркениетті елге айналдырам деген ойдан басқа ойға малданбаған. Мынау жарқылдаған түймеге, медальға, атақ дәрежеге қызықпаған, тіпті амбицияларының бәрін жойып ұлтқа қызмет ету деген нәрсені ғана сіңірген мықты тұлғалар еді. Мысалы, алаш қозғалысының бастауында Әлихан, Ахмет, Міржақып сияқты тұлғалар тұр. Бірақ 1917 жылы алаш қозғалысының нәтижесі берген ең керемет байқуатты шағы Алашорда үкіметінің құрылған кезі еді. Үкіметте 15 мүше құрылып сайланды. Соның ішінде Әлиханның жанында қозғалыстың бастауында тұрған, идеялық негізін қалыптастырған идеологтар болған Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлы жоқ қой. Жоқ. Бұл кісілер атаққа да, дәрежедегі қызметке қызыққан жоқ қой. Мансапқа да, қай уақытта да болса қазаққа қызмет қыламыз деді. Және Ахмет Байтұрсынның айтатын бір керемет сөзі бар. Білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса дейді. Бұл деген ғылым садақасы ғой, білім зекеті түсінген адамға. Мынау 40 қойың болатын болса, бір қойыңды зекетке беруге міндеттісің, мұсылманның 5 шартының бірі дейсің, парызы, бе? Ал білім садақасы, ғылым зекет деген нәрсе 100%. Ол деген мен мынаны жартысын берейін, мынаны айтпай қалайын деген нәрсе емес. Ал біздің қоғамда бүгін білімділері бар, бірақ білімін көп айтқысы келмейді. Өзінен артық данышпан көбейгенін қаламайды. Алдынан келсе тістейді, артынан келсе тебеді. Тек қана өзі ғана бірдеме жазып жатсаң алдыңнан жұлып. Өзі ғана осы нәрсені бір жекешелендіріп алған сияқты болып тұрады. Бұл ғылым емес. Бұл өзінің қара басын күйттеу ғана. Ал ғылым деген нәрсе табанынан тозып жүріп мектеп ашу, табанынан тозып жүріп қазақтың баласын оқыту, соған білгенін бөлу, ұлтшыл қылу, түркшіл қылу, мұсылманшыл қылу еді. Алаш көсемдерінің қай-қайсының өмірін алатын өнеге, ғибрат осы ұлтқа ақысыз, пұлсыз, шынайы қызмет қылу еді. Ахмет Байтұрсынның керемет бір сөзі бар. Жаңағы сіздің сөзіңізден шығады. Бұлар өлгеннен кейін де қазақ қоғамына біз сағынышпен алып отырмыз, құрметпен еске аламыз. Қараңызшы, не дейді Ахмет? Тән көмілер, көмілмес еткенісін дейді. Рас, марқұм өлгенде тән ғана көміледі ғой, болды. Еткенісі көмілмейді. Мен емеспін ойлайтын бір күнгісін дейді. Жұрт оқпаса оқпасын, бас тартпаймын дейді. Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін дейді. Заманында Ахмет сияқтылар пашка-пашкасымен болған. Бірақ сол пашка-пашкасымен жүрген Ахметтердің ешқайсысын білмейміз. Ал Байтұрсынның Ахметін біз білеміз, өйткені ол қазаққа қызмет қылды, әліпби жасады, кітап жазды, екі ғылымның негізін қалап берді, тіл білімінің және әдебиеттану ғылымының. Бүгінгі сіз қолданып жүрген, біз қолданып жүрген бүкіл терминдердің, теорияның атасы Ахмет. Мынау бастауыш дейміз, баяндауыш, зат есім, есімше, көсемше дейміз. Әдебиетте көркемдеуіш дейміз, пысықтауыш дейміз, жаңағы бейнелеу, пернелеу дейді, әсірелеу дейді, көркемдегіш, бүкіл құрал біткеннің бәрінің атасы Ахмет Байтұрсын. Менің ұғымымда Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тіл біліміне ұлттық реңк әкелген, бояу әкелген, ұлттық әдеби тіліміздің негізін қалаған, әліпбиіміз жасаған, жан-жақты пассионар тұлға. Ахаң деген университет оқымаған адам. Университет оқымаған адам. Табиғи Құдай берген талантын сарып қалып, бүкіл талантын бойынан сарып қылып қазақтың мүддесіне жаратып кеткен адам ғой. Біз бұндай адамды аялау керек. Бұл кәдімгі бір ұлтты бақытты қылам деген адам. Өзінің қазақ газеті шыққан кезде ең алғаш жазған мақаласы былай дейді ғой. Жаңағы
төрге тырмыспағандар есікте қалады дейді. Есікте қалмайық, төрге жылжиық, төрге озайық дейді. Бұл деген сөз не? Алға қарай жылжиық, дамиық деген сөз ғой, батыл болайық дейді. Осы ойдан, позициядан айнымаған адам еді ғой бұл кісі. Ұрпақ та көрген жоқ. Бір ахаң бақытты өмір сүрді ме деген мені сұрақ қояды. Өзім ойлаймын. Ахаң адам қатарлы бір бақытты өмір сүрген, жаңағыдай ақ төсекте жылы үйде жатқан адам емес біз сияқты. Ахаңның өзі 64 жылдық, 65 жылдық ғұмыры бар. Сол 65 жылдық ғұмырының 52 жылы қуғын сүргін, айдау менен, тақсыретпенен, сүргін менен, патшалық заманның өзінде, патшалық заманменен, совет заманында ойлап көріңізші, 52 жыл деген. Бұл 52 жылдың ішінде рухы сынбаған биік адам ғой. Өзінің айтады ғой, 13-те жаңағы жүрегіме жара түсті дейтін. 13 жыл бала ретінде, адам ретінде бір әкенің, ананың құшағында мейіріміне бөленіп өскен шығар. 13-тен кейін бұның жүрегіне жара түскен, бұның санасына жара түскен. Сол санасын емдеу үшін, жүрегіндегі жарасын емдеу үшін, халқына адамдық диқаншы болып жолға шығып, халқын ояту үшін, надандықпен күресу үшін, халқын ұлт ретінде биік бір мемлекетке айналдыруға күрескен, басқа нәрсеменен алданбаған, түрмеге кетсе де, қуғында жүрсе де, қазаққа қызмет қылудан таймаған, тайқымаған парасат иесі ғой. Ахаң шетсіз шексіз парасат иесі. Бұл енді былайша айтқанда алаштың қай көсемі дегенді қайталанбайды. Ахаңды Ахмет Байтұрсынұлын әзиз тұлғаны біз бір сөзбен бағалау өте қиын ол. Иә, ол сыймайды енді, жарты сағаттық дүниеге сыймайды. Сіздің бір сұхбатыңызда бар ғой, ондай интеллигенттер әлі қалыптасқан жоқ қазақ қоғамында. Ол бір 1000 жылдың нәтижесі ғой, қазақ халқының тарихындағы ең үлкен нәтиже. 33 жылдық Қазақстанның, тәуелсіз Қазақстанның үкіметінен дәл бұндай білімді, дәл бұндай тіл білетін, тіл білген, жан-жақты дамыған, халықшыл, мемлекетшіл, халыққа жаны ашитын бірде-бір үкіметтің мүшесін көрген жоқпын. Көзім шығып кетсін көрсем, шын айтайын. Өйткені біз бұндай потенциалды, биік, әлеуетті, қарым-қабілеті дамыған тұлғаларды қазақ қоғамынан шығара алмадық. Өкінішті осы. Біздің бұл ұлт ретінде құлдырап кетуіміздің бір белгісі. Енді мұнарада алаш үкіметінің көптеген уәлаяттарға бөлінгенін көреміз. Енді біздің территориямыз алып қой, Құдай бере салған негіз. Қазақ басқа десе де, жер десе жан беріп, қан төккен халық қой. Содан Алтай мен Еділдің арасындағы елді бөліп басқару оңай болған сияқты, өйткені ойыл уәлаяты деп, кейде күнбатыс Алашорда деп айтып қалып жатады. Осы арада шығатын тұлғалар бар, яғни Халел бар, Жаһанша бар, Ғұмар Қараш бар, Бақтыгерей Құлманов бар. Осы атыраулық тумалар, батыстық тумалар. Осы атыраудан шыққан да бір алаштықтарға тоқталып өтсеңіз, енді атыраулықтардың да бір рухы көтеріліп, жоғарылап қалсын. Қазақ қоғамы 20 ғасырдың басында интернет жоқ, логистика дамымаған, көлік жоқ, қиын уақытта мемлекетті басқарудың тиімді жолын жасады. Негізгі Алашорданың кіндік үкіметі Семей қаласында болды. Ал енді мынау ЖМПД-да ашылған үкіметтің атын Алашорданың батыс бөлімшесі деді. Құжаттарда западная часть Алашорды деп тұрады. Бұл Алашорданың батыс бөлімшесі болған үкімет еді. Ол жерге Халел мен Жаһаншаны әкеліп қоюы, мына ойылдан әскери мектеп ашуы, ойыл жасағын құруы, ойыл атты әскер полкын құруы, бұның барлығы мына батыс Қазақстан қазіргі аймағын Ақтөбе, Маңғыстау, Орал, Атырау жағын қорғау еді. Өйткені мынау Закаспийский облыс ол кезде Маңғыстауың түркмендер кетіп қалайын деп тұрған еді. Соның барлығын қорғау осы батыс үкіметінің мүшесі болды. Ал енді Түркістан жағын Мұхамеджан бастаған, Мұстафа бастаған білімділерге берді. Жетісу, Шымкент, Тараз аймақтарын. Ал енді мынау Сарыарқа, солтүстік Қазақстан, орталық Қазақстанды, шығыс Қазақстанды Семейден отырып Әлихандар басқарып отырды. Бұның барлығы ұлтқа қызмет етудің бір белгісі еді. Сондықтан біздің тұлғалар Қазақстанды тиімді басқарудың негізгі жолын көрсетіп берді. Енді Құдайға шүкір, Қазақстанның әр түкпіріне барсаң мықты-мықты тұлғалар шыққан ғой. Біздің топырағымыз құнарлы, одан кейін әкенің қаны, ананың сүтімен берілетін тектілік бар. Әсіресе 20 ғасырдың басында қазақ қоғамы азып тозып баратқанда, рухани құлдырап баратқан кезде Алла тағала жер бетіне ұлтқа қызмет етуден басқа оймен малданбаған, ұлтқа адал, бір керемет білімді, үркердей топты жарата салды. Барлығы бір уақытта туып, бір уақытта жұлдыздай ағып кеткен тұлғалар.
бұл тұлғалардың қай-қайсысы болсын мықты азаматтар. Мәселен, осы Атырау өңірінен шыққан Халел Досмұхамедұлы бар, өте мықты тұлға. Дәрігер десең дәрігер, тілші ғалым десең тілші, тарихшы десең тарихшы, әдебиеттанушы десең әдебиеттанушы, сыншы десең сыншы, публицист десең публицист, саяси қайраткер десең саяси қайраткер. Енді әмбебаптығы, саңғарлылығы, алуандығы жеке-жеке бағалауға болады. Ал сол Халелдің жанында жүрген Ғұбайдолла Бердұлы бастаған, Беркінғали Атшыбайұлы, мықты тұлғалар көп еді ғой. Бірақ өкінішке қарай біз қазір Алаштың тұлғасын айтып берші деп айтсам, 10 саусағың нәресте толтырасың да. Ал бұлар өте көп еді. Атылып кеткен 25 мың тұлға бар. 25 мың тұлғаның ішінде коммунисті де бар, большевигі де бар, алашшылы да, оңшылы да, солшылы да болды, ойында атылған. Қайсысы болса да қазаққа қызмет қылудың бір позициясын таңдаған шығар енді. Бірақ біздің тарихымызда алаш қайраткерлері сияқты ұлтын сүйген тұлғалар аз, кемде. Сондықтан батыс өңірдегі алаш тұлғалардың зерттеу мәселесі өкінішке қарай кенжелеп тұр. Бұл тұлғалардың әрқайсысын жеке-жеке танытуымыз керек. Жеке-жеке бұл тұлғаларды қазақ қоғамына көрсетуіміз керек. Мысалға, осы батыс өңірден шыққан Алашорданың мүшесі болған Уәлитхан Танашұлы бар. Танашевтар әулетін қарап отырыңыз. Қарындасы Мәмина қазақтан шыққан алғашқы тіс дәрігері. Бұл әулеттің қай-қайсысы болсын білімді, оқыған, тоқыған, бір әулет тек қана. Бір әулет. Сол сияқты Молданияз Бекімовтер бар, мынау Бақтыгерей Құлманұлы бар. Бұл өз төре тұқымынан болған Бақтыгерей өте білімді, мәдениетті адам болған негізі. Шығыстан қазақтың тұңғыш үкіметінің құрамында 2 ғылым кандидаты болатын болса, соның бірі осы Бақтыгерей еді. Яғни ең алғашқы профессорлық академиялық атақталған адам Бақтыгерей. Филология ғылымдарының кандидаты деген атақталған Бақтыгерей Құлманұлы дәрежесі бар. Екінші заң ғылымдарының магистрі деген бүгін кандидат деп айтуға болатын шығар, Жақып Ақбайұлы болатын. Соның екеудің біреуі осы Бақтыгерей болатын. Бақтыгерейлерді де біз ұмытып бара жатырмыз. Жалпы Бақтыгерей туралы кітапта шықпаған ештеңе жоқ. Осындай артында іздеушісі, насихаттаушысы, ұрпағы қалмаған тұлғалар жаныңда ауыртады кәдімгідей. Иса Байзақұл деген қазақтың керемет тұлғасы болған. Алаштың өзін көрген, Алаштың ортасында жүріп ән салған. Сол Исаның айтатын бір сөзі бар. Мезгілсіз, мерекесіз өткендердің әруағы мені дейді деп құлағыма сыбырлайды дейді. Бұлар той көрмеген, қуаныш көрмей, арман мұраттарына жете алмай қапияда өлім құшып кеткен тұлғалар ғой. Қапаста, түрмеде. Сондай тұлғалардың енді артында шын жоқтайтын, шын сол тұлғаларды ардақтап, халыққа құрметтеп көрсететін жас зерттеушілер легі қалыптасса, қазақ қоғамы қысқа уақыттың ішінде құлдық санасын ұлттық санаға айналдыратын еді деп ойлаймын. Керемет. Мына Бақтыгерей Құлмановтың атында көше бар. Кейбіреулер білмейді, Құлманова деп. Әйел адам деп ойлайтын шығар. Иә. Адамның былай қарағанда ашуын келтіреді. Сол Құлманов туралы енді қатты мықты зерттемесек те, бірақ бар білгеніміз енді тарихшымыз ғой, қанша деген жамағатқа, әйтеуір інішектерге айтуға тырысамыз, бірақ жаңа сөзіңіз өтіп кетті енді Бақтыгерейдің жоқтаушысыз жоқ деген сияқты дүние. Бұл бір қазақтың түкпір-түкпірінен шыққан бір тұлғалар ғой. Енді мына арада сіз жаңа сөзіңіздің басыңызда айттыңыз, алаштықтар бұл тек қана қазақтың мүддесін емес, ол бүтін түркінің әрекеті, бүтін мұсылман үмбетінің жалауын көтеруге дейін барды. Соның ішінде Ресей өзінің тарарының алдында, ыдырарының алдында, империялық Ресейдің ыдырарының алдында, шөгуінің алдында дума шақырт, білесіз, мемлекеттік дума шақырт, дүркін. Соның ішінде Ресейдің мұсылман халықтарына бір фракция берді. Яғни Ресей мұсылмандарын басын біріктіретін тұлғалар керек болды. Ол үшін мұсылман оқығандар керек болды. Орыспен тең болу керек болды. Французбен тең болу керек болды. Сонда ең қызығы қарамаймыз, мысалы, ең қызығы осы Иттифақ аль-Муслимин деген партия бар да олар. Яғни қазақша аударсақ мұсылмандардың бірімдігі, бірігуі деген мағынаны білдіреді. Сол партияның басында біздің қазақтар тұрған екен ғой, Халел тұрған, Жаһанша тұрған. Осыған бір шағын тоқталсаңыз, яғни мұсылман үмбетінің Ресейдегі оянуы туралы. Исмаил Гаспаралының орыс мұсылмандары деген кітабы бар ғой. Орыс билігінің астындағы мұсылмандар деп соны жазады тарихын. Содан кейін мынау ішкі Ресейдің құрамындағы және
патшалық биліктің астында қалған түрік мұсылман қоғамының зиялылары ояна бастады. Мұсылмандар фракциясы өтті білімді азаматтар болды. Оның ішінде жаңағы атақты ел газетін шығарған мынау Аяз Хахи бастаған, содан кейін Абдул Рашид Ибрагимов бастаған тұлғалар, мынау Бехбуди бар, біздің Түркістанның ғұламалары, сондай мықты азаматтар жиналып отырған ғой жерге мәселе көтерді. Ал енді жаңағы мұсылмандардың бірігу деген партияның құрылғаны рас, оның басы қасында біздің үлкен ғұламамыз Жаһанша Досмұхамедұлы тұрған. Жаһанша саяси қайраткер ретінде өте ірі, культі бар, өте мәдениетті, харизмасы бар тұлға болған, өте шешен адам болған деп жазады, мінез адам болған дейді естеліктерде. Шура-и-Ислам деген ұйым болған. Сол ұйымның да төрағасының орынбасары қызметін атқарған бұл кісі. Шура-и-Ислам, яғни ислам жиналысы деген мағынаны білдіреді. Соны құрған. Одан кейін мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірден өткеннен кейін Хазіреті Осман бүкіл Құранды жинақтатып, осын сұрайын пальма папирусына жаздырттырды ғой, білесіз. Сол жаздыртқан кезде сол Құран кітабының біреуі осы Орта Азия халқына Бұхараға жіберді. Сол Құран кітабын кезінде біздің даламыздан патшалық биліктер Петербургқа алып кетіп, кейін соны Ленинмен бірге оқып жүргенін пайдаланып, Жаһанша Досмұхамедұлы 1917 жылы Думада кіріп мәселені көтеріп, соны қайтарып алып, біздің Орынборға келген, Орынбордағы мұсылмандардың басқармасына, қазір айтқанда мүфтият қой. Кейіннен ол Ташкент қаласына келіп, қазір Ташкенттегі Әмір Темір музейінде сақталып қалды, үлкен жаңағы тарихи мұра ретінде. Мұсылмандардың қолына қайтты дейсіз. Енді мұсылмандар фракциясының ең соңғы хатшысы біздің Мұстафа Шоқай болған. 4-ші курс студенті болып жүргенде сол кезде хатшы болған. Сондықтан бұлар туралы айта берсеңіз өте көп. Бұл кісілер бүкіл мұсылмандар бірікті ғой. Мешіт салу мәселесін көтерді, сол кездегі мүфтият, діни реформа мәселесін көтерді, алым-салық түрлеріне байланысты пәтуаларын шығарды. Жалпы өте керемет шешімдер шығарған болатын. Мысалға бір қызық оқиға бар. 1905 жылға дейінгі аралықта бүкіл Түркістандағы мешіттердің ішінде қаблада 2-ші Николай патшаның суреті ілініп тұрған. Намаз оқитын бүкіл жаңағы жамағат 2-ші Николайдың суретіне қарап оқуға мәжбүр болған. Сонда қазақ оқығандары, залымдықты қарасаңшы, қазақ оқығандар сонда патшалық билікке хат жазады. Наразылық. Сонда былай дейді: біз патша ағзамға бағынамыз, патша ағзам біздің иеміз, біз Ресей құрамындағы елміз, біз Ресейдің ұлылығын, державалығын мойындаймыз. Мынау жер бетіндегі бүкіл мешіттердің бәрі 2-ші Николай патшаның үйі дейді. Бірақ 2-ші Николай патшаның суретін біз мешіттің ішіне қоюға қарсымыз дейді. Өйткені мешіттің ішінде ғана қалып тұр. Бұның үй екенін біз бар шағымызға көрсетіп қоймайық па? Ары өткен бір өткендер мешіттің алдынан өткенде мынау 2-ші Николайдың екен ғой, кіріп сәлем беріп шығайын деген ұғым болу керек. Сондықтан 2-ші Николайдың суретін біз мешіттің ауласына қояйық. Ары өткен бір өткендер бұл Николайдың екенін көріп жүрсін дейді. Бұл ақыл менен, айла менен, білім менен, анау шариғат низамына сәйкес келмейтін нәрсені мешіттің сыртына шығарып жіберді. Егер күресіп тұрып алатын болса, онда қан төгіс болатын еді. Ал біздің білімділер білектің күшімен емес, білімнің күшімен күреске шықты. Көрдіңіз бе? Ғазауат екі түрлі болады дейді. Біреуі найзамен, қарумен, біреуі парасатпен, ақылмен. Ол ақылмен, парасатпен болған ғазауат былайша айтқанда. Енді алаштықтар туралы бітпейді, енді сұрақ деген кетіп жатыр, бірақ уақытымыз да таяп жатқан шығар, бірақ бір-екі маңызды сұрақтар бар, соны қойып өтейін. Енді жаңа Иттифақ әл-Муслиминді айтты, Халел Жаһаншалардың исламға қызметін айтты, Хазіреті Османның Құранын алып келгенді айтты. Бұл былай қарағанда менмін деген, мұсылманмын деген жамағаттың мақтанатын, қазақ мұсылманның мақтанатын дүниесі ғой. Енді бері қарай өтіп, қазақ даласында кішкене бір түсініспеушіліктер болды ғой сол заманда да. Мысалы, Амангелді мен алаштықтардың арасында дейді. Бұл енді бір жаңа Ресейдің өмір бойы пайдаланып келген, патшалық Ресейдің өмір бойы пайдаланып келген арам саясаты бар ғой, жаңа ол төренің балалары таққа отырып жатыр деген сияқты сөзді халықтың арасына таратып жіберді. Соған батыр аңғал болады деп Амангелді батырымыз сеніп қалды деген әңгімелер бар. Осы Амангелді мен алаштықтардың арасында түсінбеушілікке шағын айтып кетсеңіз, бір тоқталып кетсеңіз. Жалпы Амангелді имамовтың мәселесі өте нәзік тақырып. Бұл тақырыпты дұрыстап жүйелеу керек.
өкінішке қарай советтік билік заманында Амангелді туралы кинофильм түсірілді, Амангелді туралы шығармалар жазылды, Амангелді жырға айналды, Амангелді пропаганданың құралына айналып кетті. Осы нәрсеге дұрыс баға беру керек. Тәуелсіз Қазақстанның көзқарасымен жаңа ұстаным ретінде Амангелдінің атасы Иман Кенесарының туыстаған батырларының бірі болған үлкен тарихи тұлға. Сондықтан Амангелді имамовтың мәселесі бейжай қалдырмайтын тақырып. Бұл тақырыпқа бағаны дұрыс беруіміз керек. Амангелдінің өлімі деген тақырыпта қазақ қоғамының ортасында бір даулы мәселеге айналып кеткен, бір жақ бөлдірді дейді. Бұл мүлде қате, жаңсақ пікір, орыстардың қазақтың өзін айдап салған нәрселері. Сондықтан бұл тақырып өте ауқымды тақырып, зерттелу керек, зерттелу қажет деп ойлаймын. Жалпы түсінікті аға. Енді тағы бір маңызды сұрағымыздың бірі, алаштықтар өзі жойылғанмен, жаңа айттық қой, ғазауат екі түрге бөлінеді, айламенен болған. Сосын алаштықтардың барлығы тұтқындалып жатқан кезде, енді жұмысының нәтижесінің бөгет сүзіліп қалып жатқанын көргеннен кейін олар жаңа айлаға көшті. Олардың барлығы коммунистердің маскасын киюге мәжбүр болды. Сөйтіп кеңес үкіметінің құрамында олардың да саны біраз болған байқауға болады да олардың әрекетінен. Сонда кейбір алаштық ғалымдар мына кеңес үкіметінің заманында үш үлкен тұлғамызды алаштықтардың ең кенже буындары деп айтады. Ол кім десе Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев дейді. Осы үш тұлға тіпті алаштықтардың тапсырмасын, өсиетін, мұрасын артығымен орындап берді дейді. Осыған ой айтып кетіңізші. Ахмет Байтұрсын айтатын сөзі бар ғой, түрмеде берген жаңағындай тергеу сауалдарында. Маған ақ болсын, қызыл болсын, бәрібір қазаққа қызмет ететін үкіметке мен қызмет етуге дайынмын дейді. Сондықтан қазақ мүддесінен басқа мүддені ойлаған жоқ қой бұл кісілер. Сондықтан совет заманында коммунистік жолға түсіп тұрып қазаққа қызмет еткен мықты тұлғалар болды. Қазаққа бақыт әперем деген Сұлтанбек Қожанұлы алаштың тәрбиесін көрген, Нәзір Төреқұлұлы алаштың тәрбиесін көрген, дипломат, Әлихан Бөкейханның күйеу баласы болған Смағұл Сәдуақасұлы мысалға Әлиханмен бірге бір күні атылған, Әлиханды сатпаған үшін атылған шәкірті болған Нығмет Нұрмағұлы мысалға, мынау Голошөкинді бір соғып құлатқан Жалау Мыңбайұлы мәселен. Бұндай тұлғалар көп қой. Советтік заманда да мына алғашқы коммунистік биліктің келген кезінде қазаққа қызмет қылу үшін еңбек еткен тұлғалар болды. Бірақ бұлар да атылып кетті да. Енді атылмаған, алаштың көзін көрген, алаштың тәлімін көрген, алаштың шәкірті болған үш тұлға аман қалды ғой. Бұл Әлімхан Ермекұлы, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев және Мұхтар Омарханұлы Әуезов. Және ең соңғы шәкірт болатын Әлкей Марғұлан қалды. Әлкей Хақанұлы Марғұлан жалпы тек қана әдебиеттану ғылымына емес, тарих ғылымына, археологияға, этнологияға, мәдениетке, лингвистикаға сан салалы қызмет еткен тұлға. Әмбебап болған. Тура алаштың Ахметтер қалай, Міржақыптар қалай әмбебап болатын болса, соның ең соңғы бір Магиканның тұяғы деп айтады ғой. Сондай соңғы тұяқ болып көрсетіп кеткен тұлға болатын болса, осы мен Әлкей Марғұлан деп ойлаймын. Өйткені бүкіл салаға қызмет қылып кетті. Қысқа ғұмырында 86 жылда осының бәрін жасап беріп кетті. Енді Қаныш Имантайұлы Сәтбаев Әлиханның шәкірті болған, Әлиханның тәрбиесін көрген тұлғалар ғой. Ахметпен бірге алгебра оқулығын жазған небәрі 18 жасында. Сонда бұл тұлғалардың мықтылығы сол, қазақтың жерүсті байлығын картаға түсіріп көрсетіп кетті, қай жерде екен. Тіпті кейбірін жасырып қалды біздің ұрпаққа жеткізу үшін. Әуезов Абай жолы романы менен қазақ тілінің, әдеби тілінің байлығын, көркемдігін көрсетіп кетті. Қазақ тарихын, әдебиеттану ғылымына үлкен еңбек сіңіріп кетті. Бірақ қуғын-сүргіннен көз ашпады. Бұл кісілер де қуғын-сүргінде бақылауда болған, қанатын кеңінен жая алмай, қазаққа толық қызмет ете алмай, бойындағы бар күш-қуатын, қабілет-қарымын беріп кетті деп айтуға аузың бармайды. Өйткені бұл кісілер көп нәрсе, бұдан да артық жасайтын тұлғалар еді. Өкінішке қарай советтік заман бұлардың қанаттарын сындырды ғой. Дәл осындай дүние қырғыз мемлекеттік қайраткерлеріне де әсер етті. Қасым Тыныстанов, Төреқұл Айтматов. Ол енді Қасым Тыныстанұлы болсын, Жүсіп Әбдірахманұлы бар, Ишаналы Арабайұлы бар, Дүрс Ауранбайұлы бар. Одан кейін мынау қырғыз тарихы деген ең алғашқы кітапты жазған Белек Солтанайып бар. Бұл кісілердің барлығы Жетісудың, Алаштың Жетісу облысының филиалындағы тұлғалар еді ғой. Солар арқылы шыққан, қазаққа қызмет қылды. Олар да қырғыз қазақ қоғамына қызмет еткен тұлғалар еді. Олар да атылып кетті. Бірақ олардың атылған тұлғалар біздікінен әлдеқайда аз.
біздің тұлғалар өте көп, оқыған тоқығандар, IQ жоғары бірақ қазақтар енді алаштықтан тереңдігін айтсаңызшы, бәрібір түркі ұлтына қызмет ететін, алаштықтарды пір тұтатын Қасым Тыныстановтар әйтеуір аман қалды да, біздегі жаңа Әлкей Марғұландар сияқты. Енді керемет, енді сұхбат, мен бір рухани байып қалып отырмын. Енді қорытынды сұрағымды қояйын. Осы мынау Мағжан деген мен жастарға сенемін деп айтты ғой. Мағжан да бір алаштық қой. Мынау Түркиядағы үлкен зиялыларға әсер етті ғой тіпті Мағжан. Мағжан қазір мен оқыған деген профессорлар Мағжан десе ішкен асын жерге қояды. Зия Gökalpпен мысалы қарым қатынасы қандай болды барлық. Осы мен жастарға сенемін дейді Мағжан. Осы мен жастарға сенемін мен қорытындылап, мен жастарға сенемінді түсіндіріп берсеңіз, жастар рухтансын сізді тыңдап отқан. Біздің қазақ қоғамында Мағжанның осы мен жастарға сенемін деген өлеңінде мына 4 жолын жаттап алған арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін дейді. Негізі бұны емес жастар жаттайтын жері. Оның концовкасы, ең соңғы ударный момент дейді ғой, Мағжанның кәдімгі санаңа сілкініс жасайтын жері мынау. Мен жастарға сенемін, иман күшті оларда дейді. Иман күшті оларда дейді. Біздің қоғамда, қазақ қоғамы бақытсыз болып жүретін болса, бағымыз жанбай жүретін болса, ұрлық, қарлық, жемқорлық, ашкөздік бар, тоғышарлық бар, тоң мойындық болатын болса, бұның барлығы имансыздықтан. Имансыздықтан. Абай айтады, имансыздың сыртын қанша жусаң да шоңбайды дейді. Біздің қазақ қоғамындағы азаматтар жанымен жүрегімен қазаққа қызмет қылмайды. Жүрек қарайып кеткен, жүрек тот басып кеткен. Жүрек таза емес болғаннан кейін қоғам алға жылжымайды. Абай айтады тағы да. Тіл жүректің айтқанына көнсе жалған шықпайды дейді. Біздің тіліміз нәпсінің сөзін сөйлейді. Оны Абай айтады тағы да. Ет жүрексіз дейді. Мынау ет жүрексіз еріннің айтпа сөзін дейді. Тіл үйренген нәпсінің қу мінезін дейді. Тілде сүйек, ерінде жиек бар ма, шымылдық боп көрсетпес беттің жүзін дейді. Сөйтіп қазір бетіміздің жүзін көрсетпейтін, шымылдық боп бетімізге түсіп кеткен түрлі маскалар тағып аламыз. Елмен кездескенде бір масканы тағамыз, билікпен кездескенде бір масканы тағамыз, шәкірттермен кездескенде бір масканы тағамыз. Маска алмастыру ойыны жүріп жатыр. Бұның барлығы имансыз қоғамның тірлігі. Иманды адам бұндай нәрсеге бармайды. Иман күшті деп отырған Мағжанның сөзі осы еді. Сондықтан біз Мағжанның тілімен айтатын болсақ, мен жастарға сенім деген нәрсені айта алмаймын. Мен өзімді жаспын. Біз әрекет етуіміз керек. Қозғалыс жасауымыз керек. Мен мысалы өз басым былай ойлаймын. Қазір Атырауға келдім. Мен Атырауға келгенде тай сойғандық боламын. Неге? Менің тай сойғанда Халел Досмұхамедұлы әкем туған. Мен Атырауға келгенде Халел әкемнің еліне келіп отырмын. Онда мен Атыраудың баласымын. Мен Батыс Қазақстан облысы Оралға барған кезде Қаратөбелік боламын. Қаратөбеде Төлеген Иманғазыл өткен. Төлегеннің руы ысық болатын болса, мен де ысықпын онда. Торғайға баратын болсам, Ахмет Байтұрсынов боламын. Оның руы үмбетей болса, үмбетей боламын деген сияқты. Бірақ мен рулық санадан, жіктік санадан биік тұрғымыз келеді. Мен барған жерімде сұрайды, руыңыз не деп. Мен айтамын, мен ру жоқ, мен алашпын ғой деймін. Біртұтаспын. Бөлінбес, бөлшек, біртұтас, бөлінбес, бітім. Сондай болуымыз керек. Павлодарға, Керекуге барсам, Жүсіпбек боламын. Қызылжарға барсам, Мағжан боламын. Семейге баратын болсам, Ахметжан Қозбағарұлы боламын. Өскеменге баратын болсам, Әбдікәрім Ережеп боламын деген сияқты. Түркістанға баратын болсам, Нәзір боламын деген. Қызылордаға баратын болсам, Иса Тоқтабайұлы боламын деген сияқты. Әр өңірге барғанда сол өңірдің тұлғаларындай болып отыруға тырысуымыз қажет. Бұл біздің Қазақстан. Бұл рудың Қазақстан емес, бұл жіктің Қазақстан емес, бұл ортақ Қазақстан. Осы ортақ Қазақстанға адал қызмет етуіміз керек. Сондықтан бүгінгі әр қазақтың жасы өз саласының майталман маманы болса, өз саласына адал, шынайы, жанымен, жүрегімен қызмет қылса, біз алға жылжитын едік. Мен өзім айтамын, мен жоқ іздеген жолаушымын деп. Қазақтың қай жерде сөзі қалды, қай жерде алаштың сүйегі қалды, қай жерде алаштыққа тиесілі мұра бар, соның бәрін қазаққа қайтаруға міндеттімін. Бұл қысқа ғұмырда бұның бәрін істей алмайтын шығармын. Бірақ үлкен талап, таудай арман мұратпенен шығып бара жатырмыз. Бұл жолда табаныңа тас емес, шөмге кіретін, маңдайыңа тас тиетін үлкен бір ауыр сынақты сәттер болады. Бірақ сен жолға шыққан екенсің. Осындай үлкен азапты жол таңдаған екенсің. Бақытқа жеткізетін жол таңдаған екенсің. Онда артқа қарай майырылып кетуге болмайды. Алаш қайраткерлері түрмеге кірді, сүргінге кірді, айдалды, сотталды. Сонда да мақсат мұратынан айналған жоқ. Анау идеяға жету үшін күресті. Идеяға жету үшін күресті. Атылып кететінін білді. Сотталып кететін, ұрпақсыз қалатынын білді. Шахид болатынын білді. Бірақ
ешқашан сағы сынған жоқ, мұқалған жоқ, артқа бір қадам шегінген жоқ, керісінше алға ілгерілеп отырды, кәдімгі өлімге қарсы жүзіп отырды. Біздің қоғам одан қорқады. Қорықпау керек, керісінше ақиқатқа қарсы алға қарай жылжып отыру керек. Ұлтын сүйген адамның еңсесі биік болады. Сондықтан қазақ жастарының ұлтын сүйетін ұрпақ болғанын қалаймын, білімді, мінезді болғанын қалаймын, әсіресе жігіттердің оққан тоққан болғанын қалаймын. Жігіт қоғамның түзеушісі, жігіт қоғамның шегесі. Анау біздің елдің жігіттері деген ән бар ғой, терме. Сонда мындай бір сөз бар: дәтің барса, солар жүрген жолмен жүріп көр, солардың арасына түсіп көр дейді. Дәтің болатын болса, Алаштың жолына түсіп көр. Алаштың жолы ақиқаттың жолы. Алаштың жолы ұлттық күрес жолы, ұлттық мүдде күрес жолы. Сондықтан бүгінгі қазақ қоғамы азып тозып кетпесін десек, бүгінгі мына ұлан-ғайыр даласы бар Қазақстан мәңгілік бай қуатты мемлекет болғанын қалайтын болсақ, онда қазаққа әрбір азамат ұлтшыл болып қызмет ету керек. Ұлтшыл деген ұлтын биік қою, ұлтын сүю, қара тырнағын әлі кеткенше ұлтына адал қызмет ету. Сондай жастар көбейсе, Мағжанның айтқан мен жастарға деген сенімі орындалатын еді. Сенем деген сөз, иман күшті деген нәрсесін біз анықтайтын едік. Сондықтан ең алдыменен адам баласының имани байлығы күшті болса, тіліміз шүкіршіл, зікіршіл болатын болса, қоғам алға жылжитын еді. Біз өзі атқан таңға, батқан кешке осы ауырмай оянғанымызға шүкір ететін қазақ болатын болсақ, онда ар, ұят, обал, сауап дегенді білетін болсақ, мұсылманның ақ жолынан айнымайтын таза, шынайы, пиғыл бар азаматтардың қатарынан болатын едік. Құдай тағала сондай қазақтардың қатарынан қылсын. Көп рахмет, өте мағыналы, өте терең сұхбат болды деуге болады. Алла тағала осы алаштық бабаларымыздың рухтарын шат етсін, қабірлерін кең етсін. Алла тағала еліміздің тұғырын осы алаштықтардан бастайтын күнді де нәсіп етсін. Көп рахмет Елдеке сізге.